Баршаңызға сәлем. Бүгін жұп-жұмсақ үлпілдеп тұратын, құрамына сұйық май, айран, сүт қосылмайтын шарлотканың рецебімен бөлісемін. YouTube каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, қолдап қойыңыздар. Пирог жасауға кірісеміз. Ыдысымызға кішкентай 4 жұмыртқа немесе үлкен жұмыртқа болса үшеуін салып, шым-шым тұз қосамыз. Миксермен араластырып бастаймыз. Қантты жұмыртқа массасына біртіндеп осылай қосамыз. Миксермен шамамен 5-8 минуттай ұзақтау миксермен араластырамыз. Енді ұнға қопсытқышты қосып, бөлек ыдысымызға араластырып аламыз. Жұмыртқа массасына ұнды еліктен өткізіп, осылай қосамыз. Лопатканың көмегімен немесе осылай венчикпен астыдан жоғарыға қарай осылай араластырамыз. Тым көп араластырып керек емес. Бұл пирогты бастап жатқан кезде пешімізді қыздырып қою керекпіз. Алдын ала қызып тұру керек. Алманы осылай турап, пергамент төселген және бортиктері майланған ыдысымызға алманы қойып, үстіне қамырды құямыз. 170-180 градус қызып тұрған пеште 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Өз пешіңіздің ыңғайына қарай пісіресіздер. Пешке салғаннан кейін алғашқы 20 минутта пештің есігін ашпаңыздар. Піскен-піспегенін ағаш таяқшамен тексеріп көреміз, құрғақ болып шығу керек. Мінекей біздің алма қосылған шарлоткамыз дайын. Алманы негізі көбірек қоссаңыздар да болады, маған бірақ аздау қосқан ұнайды. Өз қалауыңыз бойынша қосасыздар. Пирог жұп-жұмсақ үлпілдек болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қойыңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше шайларыңыз дәмді болсын.